Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен Геркулес ботқасынан осындай дәмді котлеттер дайындаймыз. Бұл котлеттер етпен дайындалған котлеттер сияқты өте дәмді болып шығады. Геркулестің дәмі аса қатты білінбейді. Ыдысымызға геркулес салып, қайнап тұрған 2 стакан суымызды құйып, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. 2 картоп, 2 сәбіз, 2 пияз және де 3 немесе 2 сарымсағымызды өте майдалап турап немесе теркадан өткізіп, ісінген геркулесімізге үстіне саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, қызыл рең беру үшін паприка және де дәмін келтіру үшін кішкене ролтон немесе дәмдеуіш қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде видеодағыдай осындай қою масса шығуы тиіс. Қолымызды салқын суға мала отырып, қолымыздың көмегімен осындай дөңгелек пішіндес котлеттің формаларын алдын ала дайындап аламыз. Барлық керекті заттардың мөлшерін видеоның астына описаниеге жазып кететін боламын. Егер де видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға жазылыңыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін тапанымызды қыздырып, аз ғана майымызды құйып, котлеттерімізді барлығын орналастырып шығамыз. Котлеттеріміздің астыңғы бөлігін 3 минут және де жоғарғы бөлігінде 3 минуттан пісіреміз. Ортасы толықтай пісу үшін осылай қақпағын жауып отырамыз. 3 минуттан кейін екінші жағын алмастырамыз. Осылай жабыспайды, оңай алынады, формасын жақсы сақтайды. Барлығын айналдырып алғаннан кейін қақпағын жауып, тағы да 3 минуттай пісіріп аламыз. Жақсылап майымыздан сілкіп, тарелкаларымызға орналастырамыз. Біздің котлеттеріміз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.